сәлеметсіздер ме? Бүгін біз өте қызықты тәжірибе жасағалы отырмыз. Бізге алдымен тәжірибе жасау үшін керекті заттар: желім, қайшы, жүн, шар, қағаз майлықтары бізге керек болады. Алдымен қағазға біз қандай мүсін жасасақ болады, Айла? Адамның мүсінін жасайық, олай болса, мінеки адамды қолын көтеріп тұрған адамның мүсінін жасайық. Мінеки адамның қолын жоғары көтеріп тұрған мүсінін қағаз майлыққа түсіріп аламыз. Мінеки бұл майлықты одан кейін қайшымен қырқып мүсінін жасап аламыз. Қайшыны осы жерде қауіпсіздік шараларын айта кетейікші, Айла. Қайшыны не істеуге болмайды? Оттауға болмайды. Бір-бірімізге, көзімізге болмайды. Мінеке, енді осы қағаз майлықта дайын болған мүсінімізді қайшымен қырқып аламыз. Адамның мүсіні, қолын көтеріп тұрған адамның мүсіні. Қолымызды кесіп алмайық. Асықпай қырқамыз. Қайшыны ыңғайлы етіп ұстап аламыз, Айла. Осындай тәжірибені көріп пе едің? Жоқ, Айла, көрген жоқсың ба? Қазір біз осы тәжірибені біз қалған достарымызға көрсететін боламыз. Қалай жасалу жолдары. Мінеки қағаз майлығымыздан мынандай адамның мүсіні шықты. Енді осы дайын болған мүсінді желім аламыз, Айла. Желімді қолымызға тиіп кетсе, қолымызды аузымызға салмаймыз. Желімнен ұқыпты қолданамыз. Мынау міне адамның мүсін аяғы бар ғой, адамның аяғына былай желімді жағамыз, асықпай. Оны әкеп қағаз бетіне түсіреміз. Адамның аяғы мына жерде, адамның аяғына жағамыз. Екі аяғына жағамыз. Мүсінді бүйтіп қағаз бетіне жапсырамыз. Енді шарды үрлейміз. Шарды үрлейміз. Үрлегенде қатты үрлемейміз. Жарылып бетімізге қатты резина болғандықтан бетімізге қатты тиіп кетеді. Аяламда үрленген шарды алып, жүнге, бұны шашқа үйкесек те болады. Шашқа үйкеп, қағаз майлыққа жақындату арқылы қағазды тұрғызамыз. Аяла электр қуатын біз қайдан аламыз? Күннен, тоқтан аламын. Сен оны қайда білесің? Анашым үйретті. Өте керемет. Аяланың анасы, сіз осындай тәжірибе жасап көріп пе едіңіз? Жоқ, мен бірінші рет көріп отырмын. Өте қызықты екен, ұнап жатыр. Үйдегі балаларға да осылай жасап көрсетсе болады екен. Қағаз майлықты қолмен, доппен, шармен ары-бері қимылдасақ болады екен. Мына жерде қандай құбылыс болып жатыр? Электр күш көрінбейтін электр күші арқылы тартылыс күші болып жатыр. Бұл электр күшін қалай атайды екенбіз? Аяла статикалық күш деп атайды екенбіз. Осы тәжірибені Аяла достарымен бөлісетін бол, достарыңа көрсететін бол, қандай тәжірибе жасағанымызды. Бүгінгі тәжірибе саған ұнады ма, Аяла? Қалай ұнады? Қағаз майлықты электр қуаты арқылы қағаз майлықты тұрғыздық. Электр тұрғада адамды тоқтатып дедік. Жарайсың.